Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Lucky Pro және де бүгін біз елеске охота жасайтын боламыз достар. Осы қалада бір не бар екен, сыбыс бар екен, бір легенда ма, аңыз ба, миф па, сондай бар екен. Осы тауларда түнгі 11-ден таңғы 5-ке дейін бір қыздың елес пайда болады екен. Сол елесті көрген адамдар қуып, неше түрлі істемейтін заттарды істеп, психбольницаға түсіп, кейбіреулер өз-өздеріне қол жұмсайды екен. Сол қызды көрген, короче айтқанда, сол қызды көрген адамдар есіне адасып кетеді, психбольницаға түседі екен. Біз сол мифті бүгін тексеретін боламыз достар. Достар, қазір біз тауға қарай барып шыға беретін боламыз. Біз жеткенше де сол 11 болатын шығар. Достар, мен осы бұрылысқа да жақындап қалдық. Қазір поворотнигіміз жағып осы жерге бұрылайық. Пойыз кетіп бара жатыр. Жай осылай асықпай түсеміз. Поворотнигімізді өшіріп тастайық. Мен негізі ондай аңыз, мифтерге сене бермеймін ше, елес, құбыжық деген заттарға ше. Бірақ та түнде осындай оқиғаны естіген соң что-то қорқынышты болып кетеді екен, Что-то шындап та қорқа бастадым. Мандраж пайда болды менде что-то. Так, осылай келеміз. Негізі бұндай тауға шығуға мәрс емес, бір УАЗ сияқты дәу машина алу керек сияқты менің ойымша ше. Бірақ бұндай жол болатын білмедім. Ё-моё, мынау мәрсімнің қазір подвескасына неше түрлі шөптер кіріп жатыр астына. Бұзылып қалмаса жақсы болады. Ё-моё, мынандай біреулер жүр ғой. Ё-моё, адамдар болған қандай жақсы болады, өзім жалғыз қорқып. Елесті көрмей жатып қорқып өліп едім, ана жерде бар ғой, негізі бар ғой. Аяқта адамдар көп екен. Бірақ та бізге бұл жаққа емес, бізге аяққа баруымыз керек. Қазір атпер өлісі қарап жүрейік. Ё-моё, шыға аламыз ба, шыға алмаймыз ба? Айбай. Мәрсім бұзылып қалмаса жақсы болды, негізі бар ғой. Осы жаққа шығуымыз керек, осы жаққа қарай деп айтты ғой бағана бір тәтелер ше. Жоқ, бұл жақтан шыға алмайды екенбіз. Осы жақпен көрейік. Опа! Ал міне достар, жаңағы елес пайда болатын жерге де келіп жеттік. Қазір машинадан түсіп, мына жерді қарап өтейік, біреулер болып жүрмесін. Что-то қорқынышты маған ше. Мынандай қап-қара жерде еще сондай оқиғаларды естіген соң вообще жаман болады екенсің, негізі бар ғой. Қорқыныш билеп, денің өзіңнен өзі дірілдеп. Бірақ пока что ештеңе жоқ сияқты. Бірдеңе суслик па, сондайлардың дауысын естіп отырмын мына жақта. Пока бірақ дым жоқ, қазір фонаригімді алып жіберейін. Қайда кетті мына фонарик? Пока что ештеңе жоқ сияқты мына жерде. Қазір сағат неше болды екен, ол бағана адамдардың айту бойынша сағат 11-ден бастап пайда болады екен жаңа қыз. 4-ке дейін болады екен. Қазір көрейік. Сағат әлі міне 11 болып қалыпты, қазір мына жерде тығылып та отырайық. Ал достар, сағат 11-ден 1 кетті уже. Қазір шығып көрейік. Пайда болды ма әлде ол өтірік пе екен, соны тексерейік. Қазір фонаригімізді алып алайық. Что-то қорқып тұрмын. Маған не нәрсе аппақ. Снайперкамызды алып көріп алайық. Достар, маған қараңыздар. Елес қой мынау, елес. Жаңағы айтқандары шын болып шықты, негізі бар ғой. Что-то қорқыптым, бірақ не болған мына қызға? Қайдан пайда болып тұр бұл елес? Не нәрсе мынау? Ұшып тұр ма, бірдеңе істеп тұр ғой. Түсім бе, өңім бе? Жақындап көрейік енді. Ештеңе болмайды шығар. Басқа адамдар сияқты есімнен ауыспайтын шығар. Менде сильнымын ғой мен, мықтымын ғой. Қазір осылай жақындап барайық, мына жерде көрінбейтіндей қылып жақындасақ жоғалып кетеді шығар, елде сөйлесіп көреміз ба. Мынау жақта тұр, қараңыздар, бірақ ешқандай действие жасап жатқан жоқ қазір. Ешқандай қозғалып жатқан жоқ. Көрінбеуім керек, негізі бар ғой меніңше. Қазір маған қарай жүгірсе не істеймін? Как осылай тығылып барайық.
Көрінбей барайық, көрінбей. Жақыннан нетіп алайық. Түрін достар қарап алайықшы өзі. Мынау бір жас қыз ғой дейме. Походу бұл қыз жерленбеген ба, бірдеңе болған ғой. Мен сондай бір аңыздар естігем, әйтеуір егер жаңағы адам жерленбесе, соның душасы сол жерде пайда бола береді. Осы денесі осы жақын жерде болу керек, негізі бар. Сол кезде ғана осы елес кетеді негізі. Қазір не болғанын өзінен де сұрап көрейік. Қазір кішкене жақындап барайық та. Қорықпа, Джонни, қорықпа. Кеттік ал. Сәлеметсіз бе, тәте? Ойбай, құрсын, қаштық. Ладно. Қорықпа, Джонни, қорықпа. Ол ештеңе істемейді шығар негізі. Сәлеметсіз бе, тәте? Тәте, сәлеметсіз бе? Что-то жауап бермейді ғой мына. Или бірдеңе знак беріп тұр ма маған осы жерде бірдеңе. Ё-май, астында не нәрсе? Мынау қан ба? Не деп жазылып тұр? Джанг дей ма, не дейді? Джасик дей ма? Әлде Джек ба? Джек қойды, негізі бар ғой. Джек шығар. Негізі мына қыз неге кетпей тұрған білем мен. Денесі жерленбеген, походу бар ғой. Осы астына қарап көрейікші, түсіп ше. Осы жерде өлген болса, енді осы жерден секіріп кеткен ғой. Мен түсініп тұрмын ше, өзі не болған. Өз-өзіне қол жұмсаған болу керек, негізі бар ғой. Жаңағы Джек деген жігіті болып тастап кеткен ба, әйтеуір бірдеңе істеген ғой. Или Джек деген соны осы қызды өлтіріп тастаған ба. Оған сондай сигнал беріп тұр, бірақ не екен білмеймін. Бірақ та осы қызға бір көмегім, сол денесін жерлеу керекпін ғой, мен негізі бар ғой. Сол кезде не душасы тынышталады. Мен бір кинолардан сонда көретінім негізі бар ғой, адамдардан естігем. Қазір обрывтан құлап кетпейміз ба қазір. Осы жақтан іздеп көрейік, бірдеңе тауып алатын шығармыз қазір. Жай осылай асығып өтсеміз. Ё-майо! Енді қанша метр тұрғандайсың, Джонни, тұрсайшы. Тұр деймін, Джонни, ё-майо, қазір мен де өліп қалады сияқты мына аяқты. Давай, Джонни, тұрсай болды. Бәсе. Так. Осы жақты қарап көрейік. Осы жаңағы мына аяқта болса, енді бір осы жаққа секірген шығар. Қазір былай қарап көрейік. Так, мына аяқта ештеңке жоқ екен. Пока что дым таппадым. Анау тұр я. Маған қарап тұрған сияқты, что-то құлап қашты, қарамай ақ қойшы. Ой, ё-май, Джонни, шалынбасай. Так, мына жерлерде ештеңке жоқ па? Мына шөптердің арасында ештеңке жоқ сияқты. Қазір былай жай тихаря қарап көрейік. Дала тас қараңғы ше, мына дым көрінбейді далада ше. Ай да жоқ қой. Ё-май, анау нәрсе аппақ. Ой, Джонни. Шалынып жүргеніңіз бейшара. Так, жаңа ақ нәрсе көрдім. Ема, анау не нәрсе? Қыз ғой деймін, қараңыздаршы достар. Ема, мынау қыз. Походу ана қыз ғой деймін осы. Ана қыз жаңағы елес болып тұрған. Енді не істейміз бұны? Менде бір идея бар. Канистраны алып жағып жүрсек болады ғой, ол Индияның киноларында көрсетеді ғой, тоже адамдар жағып жүреді ғой, оларда душасы кетеді шығар, солардың фильмі бойынша. Солай істеп көрейік, енді мен жалғыз көмектесе алатыным осы ғана. Так, осылай бензинді құяйық та жағып жүрейік. Бәлесінен аулақ. Душасын освободить босатпасақ болмайды енді. Адамдар көретті қайта-қайта есен адаса береді ғой. Көмегім біз дейсін.
Ой, өзім жанып кетіп жүрмеймін, аяққа қарай тұрайықшы. Так, жаңа қыз қайда? Жаңа қыздың денесін өртедік. Енді душасы тынышталу керек, менің ойымша ше, қазір барып тексеріп көрейік. Душасы тынышталу керек негізі қазір. Фух, достар. Әзер дегенде шықтым мына жерге. Мына қыз не қылып тұр? Походу бірдеңені дұрыс жасамадым ғой деймін я. Әлі кетпей тұр ғой что-то. Ё-моё, шу өзі ештеңке нетпейді. Ешқандай вообще сөйлемейді, қолын созбайды, жай ғана осылай қарап тұра береді. Қорқынышты, қараңыздаршы достар. Мен білмеймін не істеу керек екенін бар ғой, бірақ та білмеймін не істеу керек екенін, білемін не істеу керек, қашу керекпін. Қазір айтып тағы да есімнен адасып кетіп жүрермін басқа адамдар сияқты. Достар, мен кеше үйге қайта алмадым, қатты қорықтым ше. Жаңағы үйге келіп жүрсе, жаңа елес менің артымнан үйге келіп, сол жерде қалып қойып, үйімнен шыға алмай жүрем ба деп. Сосын жолда көріп қалған адамдармен кездесіп сөйлескем, оларды осы духты естіп осы жерге тексеруге келген екен. Бұлар басқа қаладан келген туристер ғой деймін. Әйтеуір бүкіл мән-жайын түсіндірді. Сөйтсек мен ойлағандай болды, жаңағы Джек деген бір албасты жаңағы қызды өлтіріп, осы жерден лақтырып жүрген екен. Содан жаңағы Джек табылмай, жаңағы қыздың душасы кетпейді ғой деймін. Осы үшеуінің зерттеу бойынша сондай екен. Осы үшеуімен түнімен әңгімелесіп, сондай выводқа келдік. Досым, егер де осы видео ұнаса, лайк басып, коммент жазып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпа. Сіздермен бірге болған Lucky Pro арнасы. Қош сау болыңыздар.